Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Неркош. Бүгінгі видеода бомж өмірінің 7-ші бөлімін түсіретін боламын. Осы видеоны мен барынша ұзақ қылып түсірдім, сондықтан бағалап кетесіңдер деген ойдамын. Осы видеоға қазірден басып лайктарыңды баса беріңдер, ал мен көп сөйлемей видеоны бастаймын. Достар, мен дейтін аукционға келіп қарасам, мына жақта арзамастағы больницаның қасындағы ларек 46 бар емес па, сол тұр 6.700.000 уже ставка тігіп тастаған. Так, мен оған уже 6-7 миллион дайындап қойдым. Мінекей осыны тігетін боламыз қазір. Но ешкім перевод етпесе, это наш ларек болады. Для перекупа дерзко кетеді. Енді ешкім перевод етпесе болды. Достар, все easy. Ларек менікі болды. Мінекей көріп тұрсыңдар. Енді сендерге қазір сразу финкасын көрсетіп жіберетін боламын. И еще мынақта да квест орындау керек шығар, қазір финкасын көрсетейін сендерге. Стопқа қойып қарап алсаңдар болады. Мінекей көріп тұрсыңдар. 50.000-нан 90.000-ға дейін. Короче, достар, менің досым СК алайын деп жатыр. СК алайын деп жатқанда бір СК госқа шығып кеткен болатын. Соны славить етіп көретін болады. Қазір мен оған 9 миллион долларға беретін боламын. Егер де славить етіп алса, сол СК-ны бір аптадан кейін ол маған 12 миллион қылып қайтаратын болады. А егер де славить ете алмай қалса, сол жерде менің 9 миллионымды беріп тастайды. Все, мен оған 9 миллионды аудардым. Короче, сол бала маған Босаевадағы өзінің домын 2 миллионға сатып жатыр скидкамен. Короче, маған 300.000-ға лақтырды. Пока что ертең долгты қайтарғаннан кейін мен оған 2 миллионнан беретін боламын. Понимаю, достар, біз СК-ға 70 миллион тігбедік, бізді біреу перебет етіп 90 миллионға СК-ны алып кетті. Все, достар, мінекей ол маған 9 миллион жіберді, өзінің долгын қайтарды. Достар, мен өзімнің нигімді Еркош хан деп қоятын боламын. Еркош ханов деп қойғым келген. Ханов фамилия, бірақ занят екен. Еркош хан, мінекей ауыстырамыз. Все, достар, енді мені ойында көрсеңдер сразу танитын боласыңдар. Короче, достар, мен қайтадан семья алайын деп жатырмын. Ол кезде мен аштым 3 миллионға, ол үлкен қателік болды. 3 миллионға семья ашу дейтін вообще қателік қой, достар. Ашпай қойыңдар, лучше 3 миллион вообще окупқа кірмейсіңдер. Лучше осай мен сияқты қолдан сатып ала салыңдар арзанға. Міне, қазір ол маған семьяның владенісін береді, и потом мен оған трейд арқылы 1.600.000 аударатын боламын. Все, достар, мінекей маған лидерді берді. Енді Еркош хан лидер, достар. Енді мінекей көріп тұрсыңдар, Еркош хан. Енді оған мен трейд арқылы қазір 1.600.000 аударып тастайын. Бәрі честно болсын, достар. Ешкімді алдамайды. Мінекей ең басын алдайды деп ойлағам, бірақ та алдамадым. Молодец, красавчик, девочка мирная. Достар, мен старый движокқа кіріп, мінекей семьяның атын ауыстырайын деп жатырмын. Хан Empire деп. Ханов Empire деп қалатын едім, бірақ та фамилиям Ханов болмай қалды. Короче, мінекей ауыстырамыз. Все, достар, енді бәріңді осы семьяда күтетін боламын. Егер де фамилияларың хан болса, сендерге екінші ранг тегін. Достар, мен Олаф сумканы магазиннен 100.000-ға алған болатынмын. Мінекей мен оны 200.000-ға сатып жатырмын. Прикинь, достар, ойлаңдаршы, плюс 100.000 таптық на месте. Короче, достар, серый кейсті мен ведьма деген скинге обмен жасайтын боламын қазір. Серый кейс примерно 700-800.000 тұрады, ал ведьма дейтін госы 2 миллион, оны шамалы қымбатқа сатуға болады. Все, достар, мінекей обмен жасадық. Достар, уже ведьма скинге мен покупатель тауып алдым. 950.000-ға сататын боламын қазір. Қазір скинімді ауыстырып тастайын, и ведьма скинді 950.000-ға удачын сататын боламыз. Мен серый кейске обмен жасамағанда болай окупқа кірмес едім. Қазір мінекей ведьма скин, и қазір ол 950.000-ді қойды, и обменять, подтвердить, и все, мінекей 950.000 қалтада. Семьяға плюс 1 машина, достар, бұл әрине E38 көлігі. Короче, бұны мен ең арзан ценаға алып жатырмын, 600.000-ға. Сток, бірақ пробегі көп екен. Семьяда болған машина екен. Семьядағы өздерінің машиналарын сатып жатыр. Екінші машина мінекей мини купер, сол фамада болған екен. Пробегі 3700. Маған арзан бағада 1.600.000-ға беріп жатыр. Бұның госы 2.850.000. Все, мінекей осы машинаның удачын алып кеттік. Семьяға тоже один плюс машина 1.630.000-ға алатын боламыз. Манағы мини купер сияқты, бірақ бұл жақта прошивка спорт бар екен. Подписчигім маған машина сыйлап жатыр. Өзі дейтін басқа серверге кетіп жатыр екен, сондықтан маған осы машинаны беруді жөн көрген екен.
міне көріп тұрсыңдар маған ең арзан бағада сатты и сол арзан бағадағы 180 мыңды қайтарып беріп жатыр. Осы видеоны көріп отырсаң, Ера, саған от души рахмет. Енді осы E34-ті мен түсім бояп семьяға қосып қоятын боламын. Алдыңғы бөлімде менің подписчигім 682 деген симканы подарить еткен болатын, и дәл қазір мен оны 130 мыңға сататын боламын. Комментарияға жазып кетіңдер, достар. 130 мың нормальный цена ма бұл симкаға? Өздеріңнің серверлерінде қанша тұрады? Комментарияға жазып кетіңдер. Бәрін мінекей барлығы дұрыс, мінекей 130 мың, 130 қойған емес. Что-то обманщик сияқты, жоқ, 130 мың қойдым, мінекей подтвердить, и все, достар, мінекей плюс 130 мың қалды да. Все, достар, мен барлығын реттеп қойдым, мінекей осы домды семьяға тіркеп қойған болатымын. Енді осы жерге келсеңдер болады, чатқа FH5134 деп жазасыңдар, и сендерге осы жерге метка қойылады, и осы жерге келіп менің семьядағы балдарым немесе өзім семьяға қосатын боламын. Міне біздің автопарк, достар, міне манағыдай. Семья видеоға түспей қалғандар да бар, міне платно номерлі 777 888 и 444 555 и 666 и дальше слот алып тағы да фамаға машиналар қосатын боламыз. Оларға тоже номерной знактарды қосамыз. Енді сендерге көрсетіп кетейін, қазір сендерге семьяда 31 адам бар, мінекей көріп тұрғандарыңдай лидер Еркошхан, достар, мінекей көптеген адамдар онлайн. Қазір сендерге автопарк көрсетейін, міне манағыдай көргендей. Осы автопарк, достар, сендерді осы семьяда күтетін боламын. Хан Эмпайрға бәріңді шақырамын. Сервер Калининград.